Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сабаққа дайын болсақ, жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы ауырлық күші дегеніміз не? Бүгінгі сабақта ауырлық күшімен танысасың. Ауырлық күшінің білуіне мысал келтіріп, оны сипаттай аласың. Ауырлық күшін анықтау мақсатында эксперимент жүргізесің. Бүгінгі сабақта жақсы белсенді жұмыс жасайтындарына сенімдімін. Есіне түсір айдарында өткен материалдар бойынша тапсырмалар орындаймыз. Сұрақ-жауап әдісінде бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтаймыз. Жаңа білімді меңгеру мақсатында эксперимент жүргіземіз. Ақиқат жалған әдісі арқылы бүгінгі сабақта біліміңізді тексереміз. SMS әдісі арқылы өздеріңді бағалай аласыңдар. Есіне түсір, экранда көрсетілген серіппелерден қандай күшті байқауға болады? Дұрыс айтасыңдар, серпімділік күшін байқауға болады. Ендеше өткен сабақтағы материалдарды есімізге түсіріп, келесі тапсырмаларды орындайық. Серпімділік күші әсер етіп тұрған денелерді анықтаңдар. Бұл тапсырманы барлығын дұрыс орындадыңдар деп сенемін. Дұрыс жауаппен өз жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Ракеткамен доп, жебемен садақ, бұтақта отырған құс. Жарайсыңдар балалар, жақсы жұмыс жасадыңдар. Сұрақ-жауап айдарында берілген бейнежазбаға назар аударайық. Допты екі қолмен ұстап тұрып жібере салғанда, алға қарай лақтырғанда, допты жоғары лақтырғанда не байқадыңдар? Неліктен әр жағдайда да доп жерге түседі? Себебі жер допты өзіне тартады. Яғни жер барлық денелерді, адамдарды, теңіз бен мұхит суын, үйлерді, жер серіктерін өзіне тартады. Жердің өзіне денелерді тарту күшін ауырлық күші дейміз. Ал енді балалар айтыңдаршы, ауырлық күшіне табиғат құбылыстардан немесе қоршаған ортадан қандай мысал келтіруге болады? Жарайсыңдар, ауырлық күшіне қар, бұршақ, жаңбыр секілді табиғат құбылыстарын мысал келтірсек болады. Себебі қар ұшқындары, жаңбыр тамшылары мен бұршақтар жерге түседі. Сонымен қатар ауырлық күшіне күз мезгілінде піскен жемістер және сарғайған жапырақтардың жерге түсуі де жатады. Ауырлық күшін анықтау мақсатында эксперимент жүргізіп көрейік. Ол үшін бізге глобус және өшіргіш қажет. Сендер білесіңдер, глобус жер планетасының кішірейтіліп жасалынған моделі. Көріп тұрғандай жер планетасының формасы шар тәріздес. Енді өшіргішті глобустың кез келген жеріне қоямыз. Глобусты айналдырамыз. Не байқадыңдар? Өшіргішке не болды? Байқағандарындай өшіргіш жерге құлап түсті. Ал ендеше қалай ойлайсыңдар? Жер планетасы шар тәріздес. Ал онда адамдар неге жерден құлап түспейді? Сонымен балалар, шар тәріздес жер планетасының адамдардың құлап түспеуінің себебі бүкіл әлемдік тартылыс күшінің әсерінен. Ал осы бүкіл әлемдік тартылыс күшін ағылшын физигі Исаак Ньютон ашты. Аңыз бойынша ол бұл жаңалықты бақшадағы алманың құлауын бақылай отырып ашқан. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта ауырлық күшімен таныстық. Ауырлық күшінің білуіне мысал келтіріп, оны сипаттай алдық. Ауырлық күшін анықтау мақсатында эксперимент жүргізіп, қорытындылай алдық. Үй тапсырмасы. Жұмыс дәптері 29 бет. Ауырлық күшіне анықтама құрастырып жаз. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша SMS әдісі арқылы кері байланыс жасап өтейік. Бүгінгі сабағымыз сендерге қызықты болды деп сенемін. Назарларына рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.